Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, ал сіздер машина временеға сенесіздер ме? Болашақтан келген адам туралы сіздерге бүгінгі видеода айтатын болам. Бұл мүмкін емес болғанымен, бір жағынан детектор лжи, яғни өтірікті тексеруші бұның барлығын растады. Шынымен де болашақтан бізге адам келген болатын. Ең алдымен Чарли Чаплиннің цирк фильміне келетін болсақ, бұл кездерде бір әйел адамның қолынан кәдімгі телефонды көрген болатын. Ол кезде айта кетейін, тіпті дауыс та болған жоқ. Фильмдер дауыссыз түсірілді. Ал бұл телефон қайдан шыққан? Бұл сонда болашақтан келген адам ба? Тағы бір видео, әйел адам қолында телефон ұстап келе жатыр. Айта кетейін, ол кездердің өзінде камераларда дауыс та болмады. Евгений есімді адам бұрынғы кезде өзін болашақтан келген адамын деп айтты. Қазіргі кезде оның қызы 70 жасқа толды, ал ол өзінің әкесінің әлі де фотоларын қарап, неге бұндай сөздерді айтқанын әлі де білмей жүрді. Қызының айтуы бойынша, әкесі оған бұрынғы кездерде СССР-да болатын жағдайлар, тіпті екінші дүниежүзілік соғыс туралы да айтқан болатын. Екінші дүниежүзілік соғыстың басталатын және бітетін жылдарын айтқан. Сонда ол бәрін қайдан білген десе, ол болашақтан келген туралы айтқан. Сұмдық. 2030 жылдан бастап болашаққа бару және де өткен шаққа бару, яғни машина времени арқылы қозғалып жүру аралығына өту армия тәрізді болады және көбі осыны пайдаланады деп айтқан болатын болашақтан келген адам. Эндрю Карлсон есімді адам өзінің болашақтан келген туралы айтты. Оған себеп ең алдымен ол $800 $300 миллион лотереядан көтеріп алған. Оның айтуы бойынша ол ешқашан жеңіліп көрмеген және әрдайым ұтқан. Сол кезде оны толығырақ зерттей келе, ол туралы толық информация таппаған және ол тіпті бұл өмірді сүрмеу керек еді. Бұл адам туралы ешқандай мәлімет жоқ. Өзінің айтуы бойынша ол өзі болашақтан келген және қазір болашақтан түскен туралы айтқан. Сол кезде адамдар Трамп сен кезіңде қандай болды дегенде, ол 2020 жылы президенттіктен айырылады, 2026 жылы қайтыс болады деп айтып берген болатын. Адам басында оның айтқан сөзіне сенбеген, бірақ детектор лжимен тексеріп көрген кезде оның айтқан сөздерінің барлығы шындық екені анықталған болатын. Ол сонда адамды алдап тұрмағаны бәрі белгілі болды. Оның айтуы бойынша ол 2030 жылдан келген және ол 2020 жылдарда шыға алмай қалған болатын. 2030 жылдан бастап Мартин Лютер Кингтің немересі афроамериканец әйел билік етеді деп және президент болады деп айтып кеткен болатын. Сонымен қатар оның айтқан сөздерінде 2030 жылы Россияның президенті Геннадий Коломок болады деп айтылған болатын. Ол жөнінде бірақ қазір мәліметтер жоқ. Дегенмен ол президент болады деп бірнеше рет айтып, өзінің сөзін ақтап шықты. Болашақтан келген адам бізге өте көп мағлұмат жеткізді. Оның айтуы бойынша ол 2028 жыл алғаш машина времени шығып, адамдар бірнеше рет саяхаттайды. Айфондар шексіз номері болады. 2029 жылдар адамдар инопланетяндармен жақсы қарым-қатынас жасайды және Кореяда арасында США-мен соғыс болады деп айтқан болатын болашақтан келген адам. Өтірік және шын, бұл детектор лжимен тексерді және бәрі шын болып анықталды. Енді біз бұл туралы білмейміз, тек бізге күту ғана керек.